Саламатсыздар ма балдар? Математика сабағы 15 сәуір. Мәтін есептерді шығару, қайталау. Бізде бұл пайыз тақырыбын қайталау болып табылады. Кешегі сабақта мен сіздермен оқулықтан тыс жұмыс жүргіздік. Ол сіздерге қосымша тапсырма ретінде болды. Ал енді бүгін тағы да сол тақырыбымызды әрмен қарай жалғастырып, әрмен қарай жетілдіретін боламыз. Сіздерге міне жанында көрсетіліп тұр, қандай есептерді қазір шығаратынымыз. 1171, 1173, 1174. Ең бірінші мен сіздерге бір есепті шығарып көрсетейін. 1171 менің оқулығыма мән бермеңіздер бетіне. Бұл менде электронды оқулық, сол себепті менде беті басқаша болуы да мүмкін. 1171-де сыныптағы 28 оқушының 75% спортпен айналысады дейді. Сыныптағы оқушылардың нешеуі спортпен айналысады дейді. Бізде осындай есеп болып тұр. Бұл есепті яғни қалай шығарамыз? Біз бұл есепті бізде жаңа сыныпта болған барлық 28 оқушы деп тұр, я? 28 оқушының 75% ғана айналысады деп тұр. Ал ең бірінші 28-ді біздер толық пайызымыз бізде 100-ге бөлеміз формуламыз бойынша. Ал одан кейін берілген пайызымыз бізде 75-ге көбейтеміз. 28-ді 100-ге бөлгенде бізде шыққан саннан 75-ті көбейткенде жауабымыз бізде 21. Сонда спортпен 21 оқушы айналысады деді. Қазір міне сіздерге беретін 1173 есеп және 1174 есеп. 1173 манағы мен сіздерге ең бірінші көрсеткендей 71-ге ұқсайды екеуі. Дәл сондай тәсілдермен шығарылады. Қателеспесеңіздер шартын оқиын. Алмұрт кепкенде алғашқы массасының 80%-ын жоғалтады дейді. Жаңа терген 30 килограмм алмұрттан неше килограмм кепкен алмұрт алынады дейді. Бұл екі амалмен шығарылады. Біріншісі бірінші амалымыз 1171 дегідей, ал екінші амалымыз оны ойланып, соңғы сөйлемге назар аударып шығаратын боламыз. Ал 74-те қоланың 10%-ы қалайы дейді. Қалғаны мыс дейді. 28 килограмм қоланың құрамында неше килограмм мыс бар дейді. Сіздерге бұл да жат емес, таныс есеп. Енді сіздерге осы есептерді орындауда сәттілік тілеймін. Барлығыңызға сәттілік. Мен сіздерден жауап күтемін.